Соқыр күйші. Баяғы өткен заманда бір соқыр күйші болыпты. Ол халық арасында қобыз тартып күнелтіпті. Бір күні ел көп жиналған жерде күй тартып отырады. Жиналған қауым тиын тебенін беріп тараған кезде сәнді киім киген біреу келіп шалдың қойнына қолын салады. Шал ұрының қолын ұстай алады да: «Халқым-ау, тапа-тал түсте тонап жатыр» деп айғай салады. «Өзің шіреніп киініп алыпсың, сөйте тұра ғаріп кісіге қиянат жасайсың, ұялмайсың ба?» деп жұрт шуласады. «Мен шалдың қалтасына садақа салмақ болып едім, қолымды ұстай алды» дейді ұры. Халық шал мен ұрыны қазының алдына апарады. Екеуін тыңдап болып, ұрыға ашуланған қазы ақыра бастайды. Сол кезде ұры ұялмастан: «Мырза, менің әке-шешем бай, қайдағы бір соқыр шалға қиянат жасап не қылайын? Садақа бермек болып едім, қолымды ұстай алды» дейді. «Сен сияқты сұмды тәрбиелеген әкеңді де дарға асқызам» деп тепсінеді қазы. Ұры қазыға көзін қысып қойып: «Әкемнің беті бұдыр, арқасы күдір, есімі 30 күміс» дейді. Қазы ойланып қалады. Біраздан соң ұры мен шалды қаматып тастайды. Қараңғы түскен соң қазы мен ұры кездеседі. Ұры қазыға 30 күміс теңге санап береді. Ертеңіне қазы соқыр шалға: «Сен кәрі қақбас, адал адамға жала жауып жүрсің» деп зіркілдейді. Шал жауап қатпай отыра қалып жерді қасып тыңдайды. Бұған қазы таңданып, шалдан оның мәнісін сұрайды. Шал басын көтеріп: «Кеше осы жерде әділет төрелік айтып еді. Сол әділет 30 теңгенің салмағын көтере алмай жердің тесігіне түсіп кетіпті. Не сол әділетті алам, не 30 теңгені алам» деп жауап береді. Қазы өз қателігін мойындап, ұрыны жазалайды. Соқыр күйшіге үлкен сый жасап, ат мінгізіп, аттандырып салады. Шал мен дәу. Ертеден де ертеде бір кемпір мен шал өмір сүріпті. Олардың баласы болмапты, және өздері кедей екен. Шал аң аулап, екеуі сөйтіп күндерін көріпті. Бір күні шалдың құрып қойған торына бір қарға түсіп қалыпты. Бұл да бір кәдеге жарар деп үйіне алып келсе, қарғаның аузы ашылмайды. «Бұнысы қалай?» деп қарғаның тұмсығына қараса, жіппен тұмшаланып байланып қойыпты. «Обал екен» деп шал жіпті шешіп жібергенде, қарға қарқ етеді, аузынан бұрқыраған бу шығады. Сол заматта бу алып дәуге айналады. «Ей шал, сен мені құтқардың, сол үшін мен саған бала болам, сен маған әке боласың» дейді әлгі дәу. «Дүниенің бар байлығын мен саған тасып берем». Сөйтіп дәу шалға бала болып, солардың үйінде тұрып жатыпты. Батыр баласы айтқанындай бірнеше айлап жол жүріп кетеді де, түрлі жиһаздар, көздің жауын алатын асыл тастар, үйір-үйір жылқы мен қора-қора қой әкеліп отырады. Осыдан кейін шал тез байып кетеді. Бірақ баласынан бұларды қайдан алатынын сұрауға батылы бармайды. Баласынан сезіктеніп жүргенде ауылға көріпкел диуана келеді. Шал көріпкел диуанаға барып баласының қайда, не істеп жүргенін айтып беруін сұрайды. Көріпкел ойланып: «Балаң алыста, халықты шауып, байлығын тартып алып жүр екен» дейді. Бір күндері артынып-тартынып мол олжамен дәуде жетеді. Баласымен әңгімелесіп отырып шал: «Осы балам, сен шынымен қарғаның ішінен шықтың ба?» деп сұрайды. «Иә әке, қарғаның ішінен шықтым» деп кеңкілдеп күледі дәу. Шал жорта сенбеген болып: «Ойпырмай шырағым,
Сенің кереметтігіңді көрейін, кәне қайтадан кіріп көрші деп бұрынғы қарғаның аузын тосады. Ақымақ дәу шалды сендірмекші болып, бұрқыраған буға айналып қарғаның ішіне кіріп кетеді. Шалдың күткені де осы еді. Дереу аузын жаба қойып, жіппен байлайды да қарғаны отқа тастап өртеп жібереді. Сөйтіп, шал мен кемпір өздерінің баяғы алаңсыз күндеріне қайта оралыпты. Тышқан, ит және мысық. Ертеде ит, мысық және тышқан үшеуі дос болыпты. Сонда да болса ит пен мысық тышқанды онша жақтырмайды екен. Тышқан күні түні тынбайтын еңбекқор болыпты. Ал ит пен мысық тапқанын жеп, жұмсақ шөп, жылы жерде жатып алатын көрінеді. Бір күні ит қасындағы мысыққа: осы тышқанның жұмысы таусылмайды екен, күндіз түні күйбеңдейді де жүреді деп қынжылады. Сонда мысық: өзіміз шол жиып жатып біреуді күндейміз, осынымыз дұрыс па деп итке жөнін айтады. Ит бұл сөзге ұялып қалады да өзі де шаруа істемек болады. Осы оқиғадан кейін ол тышқанға көмектесіп жүреді. Бір күні: сен де қол ұшыңды бер дейді ит мысыққа. Оған мысық көнбейді. Өздерің ақ істей салыңдар деп сол жатқан күйі жата береді. Ит пен тышқан оған: жалқаулықты қой, бізбен бірге жұмыс істе дейді. Әй, мен сендердің жұмыстарыңды күндеп жатқан жоқпын ғой, неге тиісесіңдер деп мысық ашуланады. Мысық жатқан орнында жата береді. Ит пен тышқан өз тірліктерін істеп жүре береді. Тек мысыққа тамақ қалдырмай, өздері жейтін болады. Ал мысық енді ит пен тышқанның тапқанын ұрлай бастайды. Мұны көріп қойған тышқан мысықтың ұрлығын итке айтады. Ит ұрлықшы мысықты оңдырмай талайды. Содан бері ит пен мысық бір-біріне өш екен. Бірін-бірі көрсе талап тастауға дайын тұрады. Ал тышқанға ыза болған мысық оны ұстап алуға тырысады. Сондықтан тышқан мысықтың иісін сезсе болды, қашып кететін көрінеді. Жыл басына таласқан хайуанаттар. Бұрынғы ерте заманда хайуандар жыл басы болуға таласыпты. Ұзақ талас тартыстан кейін жыл қайтыпты. Мен алысты жақын қылам, күшімді болса көреді, сүтімді болса ішеді, қылымнан арқан жеп еседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл басы мен болам дейді. Сонда түйе оған: сен адамның жұмысын қылсаң, құлқының үшін құл болдың. Мен сен көтер алмайтын ауырды көтеріп, неше айшылық алыс жерлерге барам. Аш болдым деп сен сияқты арпа, сұлы сұрамайым. Көде болса көде, жусан болса жусан жеп, не кез келсе соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де шыдап жүре берем. Жылбасы болу маған лайық дейді. Сиыр тұрып: адам егін ексе, жер жыртса мен керекпін. Олар сүтімді ішеді, құрт майымды жейді. Жылбасы болу маған лайық дейді. Қой айтады: мен болмасам қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімнен киіз басады, жабағымнан киім тігеді, арқан жебеседі. Сүтімнен құрт май алады. Шаруаға менен пайдалыларың жоқ. Сонда ит: мен болмасам сендердің бәріңді не ұрылар ұрлап, не қасқыр жеп таусар еді. Мен сендердің баршаларыңды көзден таса қылмай бағып жүрген бақташымын. Дұшпан көрсем үріп, абалап, бірден иеме хабар берем дейді мақтанып. Әтеште қарап тұрмай: жыл басы болуға мен лайықтымын. Мен болмасам адам ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып, таң атты деп хабар берем. Кеш болса
жатар мезгіл болды деп ескертемін дейді. Тышқан не айтарын білмей сәл тұрады да, бір қулық ойлап, жиналған көпке былай дейді: бұл таластан еш нәрсе өнбес, жылды қарап тұралық. Кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын. Барлық жануарлар тышқанның сөзін қоштап, жылды қарап тұрады. Түйе бәрібір менен бұрын ешкім көре алмас деп өзінің бойына сенімді болады. Біраздан соң тышқан жорғалап білдірмей түйенің үстіне шығып, өркешіне мініп алады. Біз көреміз деп таласып жатқан хайуандар ең биікте отырған тышқанға мән бермейді. Сөйтіп, ең биікте отырған тышқан айласын асырып, жылды бәрінен бұрын көріп, жыл басы болыпты. Ал түйе бойына сеніп, жылдан құр қалыпты. Құмырсқаның қанағаты. Ертеде бір данышпан кісі болыпты. Ол кісі жан-жануарлар мен құрт-құмырсқаның тілін біледі екен. Бір күні әлгі данышпан жолаушылап келе жатады. Жарты жолға келгенде ат шалдырып демалып отырса, кішкентай бір құмырсқа дән тасып жүр екен. Оны жерден көтеріп алады да, алақанына салып тұрып: «Кәне құмырсқа, айтшы, дәнді қайда алып барасың?» деп сұрайды. «Илеуіме апарамын» дейді құмырсқа. «Оны қайтесің?» деп адам сұрайды. «Кейінге сақтап қоям» дейді құмырсқа. «Көп жинайсың ба?» деп адам сұрайды. Құмырсқа өз шаруасының жайын былайша баяндайды: «Жаздай жұмыс істеп, жейтін азығымды жинаймын да, қысты күні қаннен қаперсіз тынығып жатам». Данышпан құмырсқаны шыр айналдыра қарай бастайды. «Басың неге үлкен? Аз сөйлеп көп ойлайым. Белің неге қылдырықтай? Қомағай емеспін. Жылына қанша дән жейсің?» «Бір дән жейм». «Соған қанағат етесің бе? Одан көп жесем, жер бетіндегі басқа құмырсқалар аш қалмай ма? Қанағат керек қой». Құмырсқаның ақылына, қанағатына, көрегендігіне сүйсінген данышпан оны сынап көрмек болады. Қорапқа бір дән салады да, құмырсқаны соған қамап қояды. Сонан соң су тимейтін бір жайлы жерге орналастырады. «Бір жылдан кейін келем, жейтін дәнің бар, қамсыз жата бер» дейді данышпан құмырсқаға ескертіп. Осылайша құмырсқаның азықты қалай үнемдейтінін білгісі келеді. Бір жыл өткен соң данышпан әлгі құмырсқаға қайта оралады. Өзі қойып кеткен жерден қорапты тауып алады. Құмырсқаның өлі тірісін білмек болып қорапты ашады. Қараса, құмырсқа тірі екен. Қасына қалдырған жалғыз дәннің жартысын ғана жепті. Бұған таңданған данышпан: «Ей, құмырсқа!» депті мұның себебін білгісі келіп. «Сен жылына бір дән жеймін деп едің ғой. Мына дәнді неге түгел жемей жартысын қалдырғансың? Не үшін сонша үнемдедің?» Сонда құмырсқа былай депті: «Айтқаның дұрыс. Мен жылына бір дән жеймін, ол рас. Ал сен болсаң мені қорапқа салып қамап кеттің. Сыртқа шыға алмайым. Егер сен мені қамаудан босатуды ұмытып кетсең, тағы да бір жыл қамауда жатуға тура келер еді. Бір дәнді түгел жеп қойсам, аштан өлетін едім. Соны ойлап, қанағат еттім». Данышпан құмырсқаның шыдамдылығымен тастай берік қанағатына қайран қалыпты. Оны қамап кеткеннің қиянат болғанын, азапқа салғанын енді түсініп, «Менің істегенім дұрыс болмапты. Кешір» деп құмырсқаны қамаудан босатып жіберіпті. Содан бастап данышпан қанағаттың қасиетін адам баласына үйреткен екен.